Саламатсыздар балалар, біздің бүгінгі сабағымыз сүйектің құрылысы және химиялық құрамы. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сүйектің химиялық құрамы жалпы бейорганикалық және органикалық заттан тұрады. Бейорганикалық зат 60%, оған кальций, фосфор, магний тұздар, және органикалық зат 30%, осни, майлар, көмірсулар, және сонымен бірге су 10%-ын су алады. Жалпы бейорганикалық заттар қаттылық қасиет берсе, органикалық заттарымыз серпімділік, иілгіштік қасиет береді. Сондықтан осының нәтижесінде сүйектеріміз берік, қасиетті болып келеді. Енді балалар, осы сүйектің микроскопиялық құрылысына қысқаша тоқталып кетейік. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай сүйектің құрылысы, сырты қатты, тығыз жасушалардан тұратын, іші борпылдақ жасушадан тұрады. Әр сүйек жасуша менен жасуша аралық заттардан тұратын. Міне. Екінші сүйектің қабы, үшінші сүйектің кемік майы, сүйектің ішінде май болатынын білесіңдер. Төртінші қан, лимфа, жүйке тамырларынан тұрады. Негізгі компоненттер сүйек дәнекер ұлпадан тұрады. Оның сыртқы қабаты тығыз, ішкі қабаты кеукеден тұрады. Бұл құрылымы жалпақ және түтік тәрізді сүйектерде кездеседі. Енді сүйектің сыртын сүйек қап жабылған. Бұл жаңағы буын бетінен басқасы. Сүйек қаптың қан тамырлары менен жүйке ұштарында орналасады. Олардың сүйек жасушаларының қоректендіреді және метаболизм үдерісін қамтамасыз етеді. Метаболизм үдерісін біз жақсы түсінеміз деп ойлаймыз, балалар. Ағзадағы сүйектің зат алмасу үдерісін. Бұл анаболизм және катаболизм үдерісі арқылы жүріледі. Сүйектің өсуі сүйек қап жасушаларының бөліну арқылы өседі. Түтік тәрізді сүйектерде бұл жуандап өсуге, ал жалпақ сүйектердің барлық бағытта өсуге әкеледі. Сүйектің микроскопиялық құрылысын жаңағы 3 топқа бөлуге болады. Остеоциттер, бұл міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бұлар өскіндері бар, домалақ немесе сопақша жасушалар, олардың сүйек ұлпасының негізгі жасушалары болып табылады. Бұлар сүйектің негізгі ұлпасы деп атауымызға болады остеоциттерді. Остеобластоидтер, бірақ сүйек ұлпасының жас қалыптаспаған жасушалар. Олар сүйектің өсуі мен қалпына келуіне маңызды рөл атқарады. Міне. Остеокласттар, бұл жасушалардың сүйек түзілмей тұрып, шеміршек ұлпасын жояды, олардың сүйек ұлпасын қайта құрылуына қатысады. Шеміршек болып тұрып, енді сүйек болып қалыптасуына осы остеокласттар зор үлесін атқарады. Сүйектің өсіп дамуы. Енді мына жерде балалар сіздер көріп тұрсыздар, біз ананың құрсағында алғаш пайда болған кезде, сүйегіміз шеміршек тәрізді болып келеді. Бастапқы кезеңде. Одан кейінгі кезеңнен бастап, ананың құрсағында енді дамыған кезде қан тамырлар жетіле бастайды, шеміршек, сосын жетілген сүйектерден бастап, сүйектің жаңағы ортасында болатын жілік қуыстар пайда бола бастайды. Әбден дамығаннан кейін, баланың өсіп, әбден дамығаннан кейін, буын, шеміршектер, жаңадан пайда болған сүйектер пайда болады да, баланың сүйегі осылай қалыптасып дамиды ананың құрсағында жатқан кезде. Енді жалпы сүйектің даму кезеңдерін біз осыдан қарауымызға болады. Міне, ары қарата ұрықтың даму кезеңі. Адам ұрығының алдыменен шеміршек қаңқа қалыптасады. Одан кейін жүктіліктің екінші жартысында нағыз сүйек қаңқа қалыптаса бастайды. Енді нағыз сүйек қаңқа қалыптасқанын көріп тұрсыздар. Балалық шақ, бала ағзасының органикалық заттар көп болады. Бұл сүйектердің иілгіштігін қамтамасыз етеді. Сондықтан біз жасөспірім кезде балалар кез келген жаңағы бидің түрлі жаттығуларына
катышкан кезде сүйөгүңүз илгичтик касиетменен жакшы жаттоолорду жасай алат экенбиз. Жас өспүрүм кезең сүйөктүн өсүү жалгашат. Бул әлде толук жетилмеген кезеңдер. Жалпы адам сүйөгү 20-дан 25 жашында толук өсүп, дамып, жетип калыпташат. Сүйөктүн химиялык курамы биорганикалык, органикалык заттан турат деп агы айтып кеттик кой. Сондуктан сүйөктүн капталган камтамасыз этетін негизги кальций, фосфор, калий карбонаттан турат. Органикалык заттын илгичтик жана серпимдик касиет беретін негизги органикалык затымыз осень, наруз болуп келет. Ушуну унутпообуз керек. Жас эрекчеликтерине бала агзанын органикалык заттар көп болот. Сүйөктөрдүн илгичтик касиети сондуктан артат. Жасы улгайган адамдарда органикалык заттардын курамы азая баштайт. Сондуктан үлкөн адамдарда сүйөк сынган кезде калпына келүү узак убакытты талап этет носу. Сүйөктүн функционалдык кызметине токтоло кетсек, коргоныш кызметин аткарат, тирек кызметин аткарат, козголуш кызметин аткарат, минералдык коймасы, сүйөк ооруларынын алдын алуубуз керек. Жалпы мына жерде өздөрүңүз көрүп тургандай салауаттуу өмүр салтын сактаганыбыз дурус. Сүйөк ден соолукту сактоо үчүн дурус тамактануу, физикалык жаттоолор жасоо, дарымен алуу және турактуу медициналык текшеристерден өтүү. Бул шаралар бизди сүйөктүн остеопороз сыяктуу ооруларынан алдын алууга көмөктөшөт. Сау болуңуздар балалар, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм.